Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Бүгінгі хадисimiz құрбан шалудың уақытына қатысты болмақ. Сахаба Джундуб ибн Суфиян радиаллаху анху былай дейді: мен пайғамбарымызбен айт күні бірге болған ем. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айт намазын оқып болып, пайғамбарымыздың көзі сойылып қойған қойларға түседі. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: мән забаха қабля салати, кім айт намазын оқымай жатып қойын сойған болса, фалязбах шатан маканаха, онда қайта оның орнына бір қой сойсын. Оман лам якун забаха, ал кім құрбанын шалмаған болса, фалязбах аля исмиллахи, онда Алланың атымен құрбанын шалсын деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді бұл хадис құрбан шалу уақытын баяндап отыр. Яғни айт намазы оқылмай жатып құрбан шалынбайды. Құрбан айт намазы оқылып болғаннан кейін шалынады. Айт намазы оқылмай жатып шалатын болса құрбанын, онда оның шалған құрбаны құрбан болып есептелмейді. Бұндай жағдайда бай кісі қайта құрбан шалуы тиіс болады. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде былай дейді: біз бұл құрбан айт күнін айт намазымен бастаймыз, содан кейін оралып құрбанымызды шаламыз. Кімде-кім осылай жасайтын болса, біздің сүннетімізге сай жасағаны. Ал кімде-кім намаздан бұрын құрбан шалған болса, онда оның шалған құрбаны құрбан емес, отбасына арнап сойған ет болмақ деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан. Бұл хадис Сахих Бухарида риуаят етіледі. Демек, құрбан айт намазы оқылып болғаннан кейін шалынуы тиіс. Ал енді кейбір жағдайларда айт намазы кешіктірілуі мүмкін. Бұндай жағдайларда не істеуге болады? Қандай да болмасын бір жағдайлармен айт намазы кешіктіріліп жатса, құрбан шалатын кісі бесін намазына таяған уақытқа дейін күтеді. Яғни зәуел уақытына дейін күтеді. Осы зәуел уақытына дейін айт намазы оқылмайтын болса, ол кісі намазы күтпей, айт намазын күтпей құрбанын шала береді. Себебі зәуел уақыты кіруімен айт намазының уақыты шықты деген сөз. Ал енді құрбан шалу уақыты қанша күнге созылады дейтін болсаңыз, құрбан шалу уақыты 3 күн. Дәлірек айтатын болсақ, Зүлхиджа айының 10-ы, 11-і, 12-сі. Бұл дегеніміз құрбан айттың бірінші күнінен бастап, құрбан айттың 3-ші күнінің ақшам намазына дейінгі уақыт аралығында осы уақытты шалуына болады. Алайда айттың бірінші күні құрбанның шалуы абзал. Осы 3 күн ішінде кедей бай болып жатса, оғанда құрбан шалу уәжіп болады. Ал енді осы 3 күн ішінде құрбанын шалалмаған бай кісі не істейді? Осы 3 күнде құрбанын шалалмаған бай кісі, ол оның орнына бір қойдың құнын садақа ретінде таратып береді. Құрбан шалу уақыты 3 күн дегенге дәлел келтіретін болсақ, имам Малик өзінің Муаттаты хадистер жинағында Абдуллах ибн Омардың радиаллаху анху мынандай сөзін риуаят етеді. Абдуллах ибн Омар, сахаба Абдуллах ибн Омар былай дейді: құрбан шалу уақыты құрбан айттың бірінші күні және одан кейін тағы 2 күн деген. Және де басқа да риуаяттарда бұдан өзге Хазірет Али, Хазірет Омар, Абдуллах ибн Аббас, Анас ибн Малик сынды сахабалар да құрбан айт күнін 3 күн деп айтқан. Алайда бірінші күні құрбан шалу абзал деген әлгі сахабалар. Міне осыдан келіп Ханафи ғұламалары, Ханафи мазхабында құрбан шалу уақыты 3 күн деген тоқтамға келген. Малики мазхабында да, Ханбали мазхабында да осы пәтуа жүреді. Алайда Шафии мазхабында құрбан шалу уақыты 4 күн. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.